Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Жұқа қабырғалы массасы 5 грамм резеңке шар азотпен толтырылған және көлге 1 метр тереңдікке батырылған. Егер шар осы тереңдікте тепе-теңдік күйде болса, азоттың массасын табыңдар. Атмосфералық қысым 760 мм сынап бағанасы. Өзен түбіндегі температура 4 градус. Резеңкеде пайда болады серпімділік күшін ескермеңдер. Балалар, біріншіден қалыпты атмосфералық қысымы 760 мм сынап бағанасы, оны паскальға айландырсақ 101.325 паскаль екен. Және екіншіден, бұл жерде өте жұқа резеңке, сондықтан шардың ішіндегі азотын алып тұрған көлемі осы шардың көлеміне тең екен. Енді осыны ескере отырып, біз алдымен тағы бір мынандай бір жағдай жазайық. Егер шар судың түбінде тепе-теңдікте орналасатын болса, онда осы шарға әсер ететін төмен қаратта ауырлық күші мен жоғары қаратта керітеріс күші Архимед күшінің шамасы өзара тең деген сөз. Сондықтан бірінші осы формуланы жазып қояйық. Яғни Архимед күші мен ауырлық күші өзара тең. F Архимед тең болады М1 плюс М2 көбейтілген Ж. Архимед күшінің формуласын жазайық. Ро сұйықтікі Ж В. Архимед күшін балалар 7 сыныптан білеміз. Сұйыққа немесе газға әсер ететін итеруші күш көлемі сол дененің көлеміндей сұйықтың салмағына тең. Енді осы жерден бізде көлем жоқ. Көлемді менделік клапейрон теңдеу арқылы тауып алайық. Яғни менделік клапейрон теңдеуін жазамыз. ПВ тең болады М2 М2 осыдан көлемді тауып алайық балалар. В тең болады М2 РТ бөлінген П көбейтілген М. Бұл жерде балалар қысым гидростатикалық қысым мен атмосфералық қысым қосындысына тең. П тең болады П нөлевой қосу Ро Ж H те бірден жазсалайық балалар. 5. Енді 5-ті 4-ке қойып қайтан жазайық. Сонда В тең болады М2 РТ П нөлевой плюс Ро Ж H көбейту мольдік масса. Бұл біздің 6-шы теңдеу. Енді 6-ны 2-ке қоямыз. Архимед күшін жазайық. Сонда F Архимед Ро сұйықтікі Ж В-мыз М2 РТ бөлінген П нөлевой плюс Ро Ж H көбейтілген мольдік масса. Бұл біздің 7-ші теңдеу. Енді 7 мен 1-ді теңестіре саламыз. Сонымен М2 плюс М1 көбейтілген Ж тең болады Ро судікі Ж М2 РТ П нөлевой плюс Ро Ж H көбейтілген мольдік масса. Ж мен Ж-ны қысқартып жіберейік. М2-ні теңдіктің сол жағына шығарып жіберейік бірден балалар. М2 плюс М1 бөлінген М2 қалған жазайық. Сонда бізде қалды Ро судікі РТ П нөлевой плюс Ро Ж H көбейтілген М. Жеке-жеке бөлшек түрінде жазсақ, М2 мен 2-ні бөлшек 1 қалады. 1 қосу М1 бөлінген М2 тең болады Ро су РТ бөлінген П нөлевой плюс Ро Ж H көбейтілген М қалды. Бұл біздің 10-ші теңдеу болсын. Енді 1-ді теңдіктің оң жағына шығарайық. Сонымен М1-ден М2-ге қатынасы тең болады Ро су РТ П нөлевой плюс Ро Ж H көбейтілген М минус 1 ортақ бөлімге келтіріп жіберейік. Сонымен П нөлевой плюс Ро Ж H көбейтілген М Ро су РТ минус
Ем по нулевой плюс ро су ж h деген осындай формуламыз шықты. Бұл біздің 11-ші формула. Енді М2-ні табу өте оңай. М2 тең болады. М2 тең болады. М1 по нулевой плюс ро су ж h көбейтілген М ро су ерті минус М по нулевой плюс ро су ж h деген осындай формуламыз шықты. Енді орнына қояйық мәнін. М2 тең болады. М1-іміз 5 грамм 5 10 минус 3 дәресі, 5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәресі килограмм. 10-ның 5 дәресі деп жазсалайық балар. 101.325-ті жоқшамаймен плюс судықы 10-ның 3 дәресі килограмм бөлінген метр куб. Ж 10 ньютон бөлінген килограмм. Ашымыз 1 метр көбейтілген 28 10-ның минус 3 дәресі килограмм бөлінген моль шықты. Судықы 10-ның 3 дәресі килограмм бөлінген метр куб. 8,31 джоуль бөлінген кельвин көбейтілген моль көбейтілген 277 2,77 10-ның 2 дәресі кельвин минус 28 10-ның минус 3 дәресі килограмм бөлінген моль. 10-ның 5 дәресі паскаль қосу 10-ның 3 дәресі килограмм бөлінген метр куб көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 1 метр деген осындай формуламыз шықты. Енді өздеріңіз үйден асықпай есептеп аласыздар. Жауабы М2 тең болады 6,7 10-ның минус 6 дәресі килограмм шықты. Яғни шардың ішіндегі азоттың массасы 6,7 10-ның минус 6 дәресі килограмм екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.